Ассаламу алейкум достар, мен бүгін сіздермен ерекше тағамның рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізге қажеттілері 350 грамм ұн, 150 мг жылы су, жарты кило фарш, 2 дана жуа, 1 жұмыртқа, 5 дана картоп, 2 қызанақ, 1 сәбіз қажет болады. Алғаш біріншіден қамырымызға кірісеміз. Жылы суымызға жұмыртқамыз салып, одан жарты шай қасық тұзымыз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып ұнымызды сала отырып, қаттылау қамыр елеміз. Мені алғаш қасықпен осылай араластырып аламын. Ұнымызды сала отырып, қаттылау қамыр елеміз. Қараңыздар, осындай формада болу керек, және 30 минутқа тынықтырып қоямыз. Фаршымызды алып, дәміне қарай қара бұрышымызды сеуіп, тұзымызды салып, жуамызды үккіштен өткізіп, жақсылап барлығы біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Міне қараңыздар, өте жақсы араласқан. Енді картоғымызды, қызанақтарымызды турап аламыз. Алдымен 2 дана қызанақ пен жуамызды турап, бөлек кесеге салып қоямыз. Картоп пен сәбізімізді осындай әдемі формада турап аламыз. Қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, жақсылап жаямыз. Мен бұл жерде кесенің көмегімен дөңгелектеп алдым. Міне қараңыздар, арасына салмамызды көптеу етіп салғанымыз жақсы. Енді 3 бұрыштылап жан жақтарын бүктеп шығамыз. Қарап тұрсақ, самсаның формасына да ұқсайды, бірақ бұл самса емес, ерекше тағамның бірі. Қараңыздар, осылай жан жақтарын түйіп шығамыз. Неғұрлым салмасы көп болған жақсы. Соғұрлым биік, әдемі болып көрінеді. Сіздерге жақынырақ көрсетейін. Жан жақтарын дұрыстап түйіп шығыңыздар, піскен кезде ашылып кетпеу үшін. Міне қараңыздар, міне өте әдемі болып шықты. Енді қазанымызға майымызды құйып, үстіне қызанақ пен жуамыз салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Міне қараңыздар, осыдан кейін үстіне картоп пен сәбізімізді салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Міне қараңыздар, осылай бір араластырып шыққанымыз жөн. Осыдан кейін бір аз қасық томатымызды салып, жақсылап қуырып, содан кейін барып дәміне қарай қара бұрыш сеуіп, одан кейін тұз салып дәміне қарай. Егерде ащы жақсы көрсеңіздер, көбірек салсаңыздар болады. Жақсылап барлығын бір араластырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Суымыздың мөлшері қатты көп болмау керек, немесе аз да болмау керек. Салмамызды салып, бір қайнағаннан кейін бетін жауып 30 минут жай отта пісіреміз. Тағамымыз пісті. Енді табақшамызда осылай салмамызды салып шығамыз. Ортасына картоғымызды саламыз. Үстіне аскөк, яғни укромызды сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Немесе жуаны дөңгешелеп, жұқалап, турап ұсынып берсеңіздер де болады. Осы рецептімен пісіріп жатырсаңыздар, достар, мені белгілеп кетуіңізді сұраймын. Ерекше тағамның бірі, отбасыма қатты ұнады, және сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын достар.